Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Кіріп келген Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын. Таңмен таласып, ерте тұрып, бүгін бауырсақ істедім. Сосын торт істедім балаларға. Балалар сабақтан келгеннен соң мама наурыз көже ішекші деген соң наурыз көженің әрекетіне кірісіп кеттім. Мінекей пісірген тортым. Азанда ерте тұрып істегеннен кейін сразу балаларға кесіп бердім. Үйдегі бар заттарымен наурыз көже істеуге кірісіп кеттім. Бір бас пияз, бір бас картошка, бір бас сәбізді ашып, жуып турап алдым. Қызып тұрған майға етімді салып, одан соң дәнді дақылдарымды салып, қуырып бастап кеттім. Отты аз алауға қойып пісіріп жатырмын. Еті жұмсақ болып піссін деп. Мендегі бүгін ет қабырға жақсылап қуырып, икрамды салып қызартып алғаннан соң суымды құйып, мендегі маш, горох, лобия, осы 3 дәнді дақыл бар екен үйде. Осыны жақсылап жуып шайып алып, қайнап тұрған сорпамызға салатын боламыз. Мінекей салдым, бір қайнап алды. Реңі өте әдемі болып тұр. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Сонымен крышкамды жауып, күрішімді жуып алдым. 1 пиала күріш салдым. Жуып қазанға салатын боламыз. Қайнап тұрған сорпамызға. Күріш тез пісетін болғандықтан соңында салдым. Менде кеспе көжем бар тұғын. Морозилке қатырып қойған, оны да салдым. Мінекей біздің үй жағдайында дайындалған наурыз көжеміз дайын болды. Ал бізге ас болсын. 2,5-3 сағаттай қайнады, өте төмен алауда. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей. Ал бізге ас болсын. Көріп отырсаңыздар, тіркеліп қолдап кетіңіздер.